Бүгін біз р дыбысын үй жағдайында қоюды үйренетін боламыз. Р дыбысы айтуға ең қиын дыбыстардың бірі болып табылады. Көбінесе балалар р дыбысын шатастырады, алмастырады, немесе мүлдем айтпауы мүмкін. Егер сіздің балаңыз 5-6 жасқа келіп р дыбысын айтпайтын болса, логопедтің көмегіне жүгініңіз, немесе үй жағдайында мынадай жаттығуларды жасап балаға көмектессеңіз болады. Ең бірінші балаға артикуляциялық жаттығулар жасау арқылы тілін жоғары көтеруді үйрететін боламыз. Бірінші жаттығуымыз ол ат шауып келеді деп аталады. Яғни аузын ашып, тілін жоғарғы тістерге тіреуі керек. Деп айтуын сұраймыз. Бұл жерде ескеріп кететін жағдай, иегіміз қимылдамауы керек. Бірінші күлімсірейміз. Сосын балаға тіліміздің астына қолмен немесе ухачисткамен вибрация шақырамыз. Байқасаңыздар, біз балаға бұлай жасау арқылы, яғни тілін қозғау арқылы, балаға р дыбысын дұрыс айтуды үйретеміз. Яғни біз р деп айтқан кезде тіліміздің ұшы жоғары көтеріліп, ауаның екпінімен дірілдейтінін түсіндіреміз. Сіз осы жаттығуларды күніне 2-3 реттен жасату арқылы балаға р дыбысын таза, анық айтып кетуіне көмектесетін боласыз. Сіздермен бірге болған Баян Әділханқызы.